Топографиясына келетін болсақ, әуелі ол бізде мойын аймағында немесе қалқанша шеміршегінің алдыңғы бөлігінде орналасатын болып табылады. Салмағы адамның жасына байланысты әрине әртүрлі болып келеді. Көбінесе балаларда, яғни 2 жасқа дейінгі балаларда 1,15-тен 2 грамм болады. Кейін ол өсіп, жетілген үлкен адамдарда 20-30 граммға дейін жететін болып табылады екен қалқанша безінің салмағы. Сонымен қатар қалқанша безі тағы жасқа байланысты адамның жасы ұлғайған сайын ол да басқа бездер сияқты оның көлемі кішірейеді, функциясы төмендей бастайтын болып табылады. Сонымен қатар енді қалқанша безінде не нақты гормонды өндіріп тұр дейтін болсақ, қалқанша безінде осы гормонына байланысты екі құрылымда жыртуымызға болады. Біреуі фолликулалар болады, екіншісі фолликулалардың майында орналасқан эпителий. Қалқанша безінде гормондары, яғни біз білетін мысалға тироксин болсын, немесе қалқанша безінен 4 түрлі гормон бөлінеді, білеміз. Тироксин, яғни немесе тироксин, тирокальцитонин және катакальцин деп аталады 4 гормон бөлінеді. Осы 4 гормон бізде эпителий бөлінеді да, кейін екеуі фолликулаға барып сақталады уақытша. Коллоид құрап, ол фолликулаға барып сақталғанда қандай ауызбен бірге сақталады? Оны не деп атаймыз біз? Фолликуланың ішінде тироксин гормоны ауызбен бірге да уақытша сақталып тұрады қалқанша безде. Қандай глобулин? Глобулин деп атамаймыз, қандай деп атаймыз? Бұл қандағы не емес пе? Йод, тиреоглобулин. Жақсы, сондай белокпен байланысқан. Тауып алыңдар өздерің, сабақ болмайтын. Белокпен байланысқан фолликуланың ішінде жүреді, фолликуланың ішінде болады. Кейін организмге керек болған жағдайда, қандай да сигнал келе ме, немесе зат алмасуға керек болып кетеді ме, сол кезде жаңа фолликулалардың ішінен именно қалқанша бездің шеткергі аймақтарында тұрған фолликулалардан жаңағы гормондарға, қанға бізде гормондарымыз өтетін болып табылады. Сосын ары қарай айтатын нәрсе, бізде енді гормондардың жеке-жеке қызметіне тоқтала кететін болсақ, жалпы бізде қалқанша безі мектептен білетініміздей зат алмасуға қатысатын без. Қалқанша безінің айтамыз біз гиперфункциясы болатын болса, адамда зат алмасу күшейіп кетеді, артериялық қан тамырлар, жүрек қан тамырлар тез соғып гиперфункциясы болады, адамның көзі сыртқа қарай шығып кетеді деген сияқты нәрселерді айтамыз. Ол негізі бізде жаңағы қалқанша бездің трииодтиронин және тетрайодтиронин деп аталатын гормондарына байланысты ол тікелей зат алмасуға қатысады. Яғни зат алмасу бізде күшейіп жататын болса, не болады? Немесе зат алмасуымыз қалыпты болатын болса, біздің организміміз қалыпты өсіп жетіледі. Яғни организмнің өсіп жетілуі үшін, қалыпты өсіп жетілуі үшін бізге қалқанша безінен гормондар тұрақты түрде қалыпты бөлініп тұру керек. Егер де осы организмнің өсіп жетілуіне қатысатын қалқанша бездің осы гормондарының гипо немесе гиперфункциясы туындайтын болса, адамда әртүрлі өзгерістер болып жатады. Мысалға, өсіп келе жатқан балаларда қалқанша бездің гипофункциясы, яғни қалқанша безінен бөлінетін гормондардың мөлшері төмендеп кететін болса, онда өсіп келе жатқан баланың өсуі баяулай, бойы қысқа болады. Сонымен қатар, ол баланың ақыл есіне, яғни интеллектісіне өзгеріс кіретін болып табылады. Және де сонымен қатар бізде зат алмасу күшейетін болса, жалпы немесе адамда зат алмасу тұрақты қалыпты болып тұратын болса, сен күшті болады, керек энергия өзіңде сол болып тұрады. Яғни біздің, мысалы, мен қазір сөйлеп тұрмын, менде энергия жұмсалып жатыр, оның бәрі мен қайтынап жатырмын, менде зат алмасу дұрыс жүріп жатқандықтан менде энергия келіп жатыр, мен дұрыстап сөйлеймін, қозғаламын, ойдай аламын. Ал егер де менде гипофункция болатын болса, жаңағы қалқанша безінен гормондар дұрыс бөлінбейтін болса, онда менде мысалға бұлшықеттерім, именно бұлшықетте, жүйке жүйесінде және бауырда өзгерістер туындайды. Неге? Жүректе дұрыс, жүректе өзгерістер туындайды. Қалқанша безінің гипофункциясы болатын. Неге осы мүшелерде основной өзгерістер туындайды? Себебі энергия түзілу деп аталатын процесс бізде қайда өтеді негізі? Жасушалық тұрғыда айтылатын болса, митохондрияда өтеді. Дұрыс. Яғни бізде қалқанша безінің негізгі қызметі митохондриялық үдерістерді жылдамдату немесе соны басқарып отыру. Егер де сізде қалқанша бездің гормоны төмендеп кететін болса, митохондриядан энергияның бөлінуі баяулайды. Сондықтан сізге энергияны көп қажет ететін мүшелеріңізде, именно бұлшықетте, жүректе, орталық жүйке жүйесінің қандай мүшелерінде өзгерістер содан туындайды деген сөз. Енді
менде энергия көбейіп жатыр, дұрыс метаболизм жүріп жатыр. Бұны біз басқаша қалай айта аламыз? Менде мысалға ол энергия бар сенде, жүріп тұрсың, қозғалып тұрсың. Бұлар саған немен көрініс беруі мүмкін сен қалқанша безің дұрыс жұмыс істеп тұр деген. Немесе қалқанша без гиперфункцияланған кезде адамда жылу бөліну артады. Жылу ыстықтайды, адам ыстықты сезеді өзінен өзі. Неге? Өйткені қалай өртеп жатыр деген сөз. Митохондрияға күш беріп тез сенің қарның тез ашады соған сайын. Сенде метаболизм күшейіп кетті деген сөз. Жүрегің тез соғады деген сөз. Адамдармен салыстырғанда құстарда метаболизм жоғарырақ болады. Не үшін? Температурасы жүрегі тез соғады. Не үшін? Энергия көп жұмсайды. Қанаттары қағу керек. Оған не керек? Бәріне энергия керек. Өйткені оларда қандай қалқанша безінің гормоны адамдардан қарағанда көбірек бөлінеді. Сондықтан оларға жүрегі тезірек соғады және энергиясы оларға көп бізден қарап, сондықтан олар қанатын қанша аспанда самғау ұшып жүрсе де, қанаттар көп уақыт ұшып жүре алады, тұрмайды деген сөз соған байланысты. Яғни бізде қалқанша безінің және калиэнергиялық деген нені көрдіңдер ма? Термин жүр ме? Калиэнергиялық деген термин кітапта. Сол осыған байланысты деп айта аламыз деген сөз. Енді келесіде бізде жаңағы тирокальцитонин деген гормон туралы айтады, иә? Енді бұл тирокальцитонин деп аталатын гормон бізде парад гормонға қарама-қарсы әсер етеді деп айтсам болады. Парад гормон не істейді? Кальций мен фосфор не істейді? Кальцийді қанға шығарады, көп қызметтер. Есеп шығару. Біздегі қалқанша безінен бөлінетін тирокальцитонин деп аталатын гормон қандағы кальцийдің мөлшерін азайтады. Онда кальций қайда кетті? Ол сүйекте жиналады. Сүйекке кетеді, дұрыс. Сүйекке. Екіншіде қайда кетті? Сүйекке кетті. Екінші қайда кетті? Сыртқа шығып кетуі мүмкін бүйрек. Яғни біз онда тирокальцитонин деп аталатын гормонның нысанасы қандай жасушалар деп айтамыз? Қандай мүше деп айтамыз? Бүйрек менен сүйек деп айтамыз. Бүйрек пен сүйек. Кальцитонин, егер де бізде қанымызда гиперкальцемия болса, не істейді? Қалқанша безден қандай гормон бөліну күшейеді? Кальцитонин күшейеді. Неге? Себебі бізде қандағы кальцийді азайту керек. Олар сүйекке жібереді, және бүйректен зәр арқылы шығарып жібереді. Ал фосфор үшін керісінше болады. Фосфор керісінше. Кальцийді сүйекке жіберсе, керісінше фосфор қанда көбейтеді. Осысымен біздегі кімге қарсы? Парад гормонға қарсы әсер етеді деп сондықтан айтып отыр. Енді жалпы біздің білуіміз керек осы қалқанша біз талдаған кезде бір-екі ауру бар, негізі көбісі айтатын микстедемокретинизм, эндемиялық зоопазит деп аталған. Эндемиялық зоб деп не үшін аталады? Потому что кездесу жерде эндемия деген тек бір жерде ғана. Яғни эндемиялық зоб деген сөз, егер де бір аумақта бізде жалпы қалқан тироксин деп қалқанша безінен бөлінетін гормондар, яғни тироксин менен нақты қандай без үшін бізде қалқанша безінен 4 гормон бөлінеді деп айтты, иә? Осының қайсысы үшін йод қажет? Қайсысы үшін йод қажет емес? Қайсысы үшін йод қажет? Тироксин үшін йод қажет емес. Жоқ. Тироксин үшін қажет. Не, ол тирокальцитонин мен катакальцин үшін йод қажет емес. Сондықтан не істейді олар? Йод қажет емес болғандықтан олар фолликулаға коллоидты түрде жиналмайды. Олар фолликулаға соқпай сразу өте береді. Олар бөлінеді, сразу қанға өте береді. Ал жаңағы тирокальцитонин мен тетратиразин екеуі олар бізде фолликулаға өтеді. Фолликулада сақталады олар. Құрылымы бір-біріне ұқсас. Ал анекеу болғанда фолликулаға жиналмайды да, сразу бөлінген уақытта сразу қанға кете береді. Яғни бізде қалқанша безінен гормон синтездеу үшін бізде кенжірек қажет нәрсе йод қажет болады. Сосын неге жатағы да бізде тироксин қажет болады. Сосын тағы да біраз басқа аминокислоталар қажет. Тироксин деп қой, тирозин қажет. Тирозин қажет, басқа да аминокислоталар қажет болады. Егер де бізде йод жетіспейтін болса, онда бізде қалқанша безімізден гормон синтезделмейді белгілі бір. Өйткені оның нақты синтезделу үшін транскриптивный фактор емес, оның құрамына осы йод кіреді. Егер осы йод белгілі бір аумақта жетіспейтін болса, мысалы Алматының көлемінде, Қазақстанның оңтүстігінде осы йод мысалы жетіспейтін болса, қоршаған ортада, суда, мысалы тағамдарда жетіспейтін болса, онда сол маңайдағы адамдардың барлығы, біреу ғана емес, көбісінде осы қалқанша безінің гипофункциясына байланысты ауру болады.
осыны бізде эндемиялық зоб деп отыр, яғни бір аумақты қамтыған, эндемия деп тұр ғой, аумақты қамтыған, сондықтан эндемиялық зоб деп отыр. Енді бізде сонда қалқанша безіне гормон синтездеу үшін йод қажет екен. Енді біз дәрігер болғаннан кейін статистиканы білуіміз керек. Қанша күніне біз йод алуымыз керек және біздің ағзамыздағы йодтың қанша мөлшері қалқанша безінде сақталады деген сұраққа жауап. 15 грамм қабылдаймыз, бірақ бізде организмде 20 не болады. Организмде 30-50 миллиграмм, оны 15 қанша безде. Бірақ онда 30, 300, 200 грамм йод алып жатсың, қалғаны қайда кетіп қалып жатыр? Соның энергияға жұмсалып кетеді. көбісі сыртқа шығып кетеді. Тек алып қалатын кейбір аурулар болады, сол йодты сақтап қала алмайды да организмде, оның бәрі сыртқа шығарып жібереді. Сол кезде бізде от туындайтыны не? Зоб деген зоб туындайды деп айтады. Базитив деп айтамыз ғой. Базитив болса шешкі болып. Сол зоб деген белгілер сонда болады. Зоб деген мындай деген сияқты. Иә? Наоборот болады. Базитив былай өседі де, зоб деген жалпы сыртындай. Зоб өседі. Онда зоб өсетін болса. Базитив барлық болады. Базитив көз бақырайып. Солардың барлығының белгісі сондай болады ғой. Енді ол экзотермия деп айтады, яғни сыртқы белгілер, көзі шығып кетеді, сыртына қарата, ашуланшақ, эмоция. Неге эмоциалды өзгеріске тез ұшырайды? Кім? Тироксин гормон қайда гормон көп бөлінген себепті оларда уже не істейді? Бізде егерде дейді да, жаңағы базитивпен ауыратын адамдар ашуланшақ келеді, немесе эмоцияланбайды де, себебі неде деп ойлайсыңдар? гормон көп бөлінеді ғой. Просто ғана себебі, өйткені жаңағы біздің айтып отырған осы қалқанша безінен бөлінетін гормондар қозу тежелуді тежейді да, қозуды күшейтіп жібереді. Орталық жүйесінде қозуды күшейтеді. Қандай да бір нәрсеге тез эмоциялық тез беріліс болады, қозу тез болады деген сонда оларда. Яғни қозу табандылығын төмендетеді деп айтсам болады, басқаша айтқан кезде. Жетіспейтін болса. Қозу табандылығы немесе төмендесе не болады? Адамда жүйке жүйесінде тез қозу шығады, иә? Қозу табандылығы төмен ғой. Түсініп тұрсың ба? Енді келесі ауру микседема. Соны тесттеп. Микседема мен кретинизмнің айырмашылығы неде? Кретинизм Оның ташты болады, ең білемін. Қайсысы ауырақ болады? Мен кретинизм деп ойлаймын, потому что кішкентай кезден. Еще ол неге әсер етуі мүмкін? Я психологический болады, подстава болады. Ол да уже орталық жүйке жүйесі интеллектісі дамымай қалды. Үлкен адамда болса, оларда болатын өзгеріс, оларда да гормоналды өзгерістер болады, оларда да арықтайды, әлсірейді, ашуланшақ келеді, психикалық тұрғыда өзгереді, сондай өзгерістер болады оларда да. Тағы не бар? Тағы қандай сұрақ бар сендерде? По-моему, кітапта былай жазған да? Сен өзің зоб бар екенін қалай білесің? Жоқ, ол асқымағанша. Ол асқынбайды. Жоқ, асқынады ғой. Жоқ, не айтқан жоқпын да, бізде мысалға базитив деген кезде сол зоб ойлайсың. Мына жер қалқанша безінің несі қайтеді? Үлкейіп кетеді, көлемі үлкейіп кетеді. И одан кейін көзі шығыңқы болады, белгілерді айтып отырмыз ғой. Енді тағы да бір нәрсе бар, бізде қалқанша безінен бөлінетін гормондар метаболизмге әсер етіп, өсу мен дамуға әсер етіп жатқандықтан, ол бізде метаморфозға әсер етеді. Адамдарда метаморфоз көрінбейді, метаморфоз мысалға көрінетін нәрселер, бақалар көрінетіндей, көбелектерде болады ғой метаморфоз деген түрлену деген, иә? Жаңағы біз энергиялық зобты ұйықтан жүзбеу үшін дедік, ал микседема, ол просто да қалқанша безінің гипофункциясынан қойды. Микседеманың гипофункциясы немесе көп жағдайда қалқанша безін алып тастайтын аурулар болады да. Сол алып тастаған кезде уже қалқанша безінен бөлінетін гормон білмеймін. Микседеманың белгілерін айтасың ба? Ол кезде мысалы адам әлсірейді, көңілсіз болады, содан кейін психологиялық тұрғыдан андай сыртқы келмейтін. Сыртқы келмейтін, ісік бетінде ісіктер болады, андай ісік болады деген сияқты сондай. Сондай белгілер. Осы жаңа білесің ба, сен шыққасын Бір түрлі теріс талап қалады. Яғни сары, астында су жиналып, сөйтіп Тек астында көп су жиналады.
өйткені кімде наоборот болады, гиперфункциясында болған кезде тек құрғап кетеді ғой. Ал анада наоборот болады деген сөз. Енді өсумен неге дамуға жалпы метаморфозға дәлел не дегенде андай бақаның дәлелінде көрсеткен ғой. Мысалға өйткені бақа бізде сырттан йод қабылдап отыру керек бізде деген жаңағы тироксин түзілу үшін мен сыртында ешқандай сыртқы ортаға йодсыз таза суға неге бақа деген нәрсе бізде метаморфозбен дамиды, ондай бір ең алдымен шабақ болады, одан бір нәрсе одан барып құйрығы жоғалып итбалық болады. Итбалық дегенде может деп ойлап жүрмін. Мынандай болып тұрады да, кейін ол мысық қой. Сосын балық қайналады. Бақа қайналады, бақаны тұрғанда бақаны салмайды екен, бақа деп ойлайсың ғой. Бақа құйрығы болады, сосын Тасбақа ғой, бақа емес. Қазір суға жүретін бақашы құйрығы жоғалып кетеді ғой, құйрығы жоғалып кетеді ғой, бақада құйрық иә, сосын құйрығы жоғалып. Осы процесс үшін яғни дамуға, метаморфозға әсер етеді деп, яғни осыны айтамын. Егер де бақа өзінің көлшігінде кәдімгі жүйеде жүретін болса, ол жерде көлшіктің ішінде йод мен ана нәрселер көп қой, мысалы минералды заттар көп қой. Ал егер оны алып, жеке мынандай исчабағын алады да, таза суға салып қойған кезде, ода мынандай метаморфоз, тән бақа пайда болмай қалады. Кейін сол суға йодты қосқан кезде, сонымен қатар қалқанша безін тағы да сығымдар қосқан кезде, ол сразу мынандай бақа пайдаланады. Бұны түсінбеген мен итбалық дегенде болады ғой, семіз. Может ба? Одан кейін тағы да жаңағы осы дамуға әсер ететін тағы да бір мысалға бізде біздің ата бабамыз білеміз, біз айтамыз, бір ата бабамыз аңшылықпен айналысқан, құсбегі болған, саяткер болған деп айтамыз, олар құс алып жүрген. Сол кезде сол құстардың андай жүндері әдемі болып өсіп, түлеп тұру үшін олар құстарына жаңағы кептірілген қалқаншақ жануарлардың қалқаншақ безін берген. Сол кезде олардың жаңағы қалқанша безінің функциясы кішкене жоғарылайды да, сөйтіп жоғарылаған нәтижесінде дамуға әсер ететін жаңағы гормондар бөлініп, содан кейін оның жаңағы жүндері жақсылап түлеп, қауырсындары өсіп, әдемі болып шығатын құстардың бәрі. Сол кезде де мысалы сондай мысалдарды келтіруге болады деген сөз. Назарларыңа рахмет. Келесіде бізде